достар, баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Назгүл Назар және бүгін біз отбасымызбен, міне олар кетіп бара жатыр, зиярат жасауға келдік Арыстан бабқа. Одан кейін егер бүгін үлгермесек, ертең енді дей берейінші, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барамыз ба деген ой бар. Сол жаңа жылды жақсы игі тірліктен бастап жатырмыз. Сондай өзіміздің амал әрекеттеріміз, қадамдарымыз басқан оң болсын деген ниетпен осындай зиярат жасап бастап жатырмыз. Жаңа осы кесенеге келмес бұрын біз құрбандыққа бір мал басын қойды шалдық. Не келе жатсың? Түсіріп отырсың? Бұл Ерсұлтан, менің нағашым. Ағам десең? 94-ші жылғы, ал мен 93-ші жылғы. Сонда аға бола ма? Мейлі мен қателесіп тұрмын ба? Ерсұлтан? Бәрін мен бақтым ғой кезінде. Қанатқа қақтырым. Аға дей салайық. Аға, Ерсұлтан аға. Қой, ниетіміз қабыл болсын. Камераны өшірейін, кейін шыққан соң қосам. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Еңбек жолын мұғалім болып бастап, орталық комитеттің хатшылығына зейнеткерлікке шыққан, Қазақстан комсомолын басқарған, Торғай, Алматы облыстарында қызметтер атқарған, мәдениет министрі болған кісі. Сол жұмыстарда жүргенде халқымыздың өнері мен мәдениетіне, әдет қылып, салт-дәстүрінің сақталуына көп жасаған. 70-ші жылдардың ортасында Арыстан бабай шәбиби, Қарахан Жамбыл Сүйінбай, үмбетәлі аталарымыздың, аналарымыздың кесенелері мұрағайлары секілді бүкіл еліміздегі тарихи орындарымызды қалпына келтіру мәселе көтерілген. Яссауи бабамыздың кесенесін 78-ші жылы өзі басы қасында мұражай етіп бастырған. Тайқазанымызда 54 жылдан соң тікелей басшылық жасап, Эрмитажда тұрған жерінен аудартқан, қалың жолы күткен ақын жазушыларымыздың еңбектерін жарыққа шығарып, сол кісілерді заң алдында ақтап алған кісі. 70 жыл бойы діни мейрам ретінде тойланбай келген наурыз тойы 88-ші жылдан бастап жалпы мемлекеттік деңгейде тойлаттыруға қол жеткіздірген. Сонымен бірге қазақ тілі қоғамының құрылуы, қазақ тілінің мемлекеттік бағдарламаға енгізілген мәселесі де осы кісінің есіміне байланысты. Ал енді жаңа бірінші тұрған кесенелеріміз Құрбан ата өз заманында көріпкел әулие кісі болған, емші болған, ұрпақ өсірген, көзінің тірісінде әулие аталған кісі. Ол кісінің 6 баласы бүгінгі таңда 6 рулы ел. Ол кісі енді Қарабура әулие бабамыздың жаназасын оқыған дейді. Қарабура бабамыз Яссауи бабамыздың жаназасын оқыған дейді. Ал Яссауи бабамыз бабамыздың жаназасын оқыған дейді. Жалпы бұл жерде Отырар ауданы дейді. Арыстан бабамыздан бөлек бірнеше әулие бар. Қыз әулие, Данышпан ата Бесік әулие, Айгүл Сана, Борай баба, Нияз әмір, Құлымбет аталарымыздың жатқан жері.
2006 жылы Сириядан Әл-Фараби мен Бейбар Сұлтан бабаларымыздың топырағын алып келген. Әл-Фараби бабамыздың енді қаны тамған жері отырар жері, отыратын тарихияты Ұлтарап. Ал негізгі көне қаланың орны осы жерден бір шақырым жерде. Қаланың маңайында Қызыраулиев данышпанаты жатыр. Қаланың орнында жазғы уақыттарда қазба жұмыстары жүргізілуде. Міне жалпы қысқаша деректер осылай. Алла тілектерін қабыл етсін. Рұқсат етсеңіздер дуа барады. Рахмет, сау болыңыз. Сізге үлкен азамат болсын балалар. Аумин. Арыстан баб кесенесінің жанында осындай үйлер бар, қонақ үйлер. Жаңағыдай зиярат еткен адамдар, зиярат еткен адамдар келіп, тұрақтап, бәлкім жаңағы құрбандық шалса, сол жаңағы қойдың етінен тағам жасап жеп, жаңағыдай қысқасы тұрақтайтын жерлер бар. Және де біз қазір енді бұл жерде қонайын деп жатқан жоқпыз, бірақ жаңағы бізде құрбандық шалдық, соның етін жаңағы қуырдақ қылып жейін деп отырмыз. Күшті рахаты. Менің балалық шағымның. Ол біреу жақты тұр. Ол күлін төгесін. Көмір әкелесін. Түнді 3-4, 12 бір келдің қарайсың, өш қалмадың. Ол мынандай жерлер күйе болады. Азап болады дейсің. Көмір тасыйсың десең. Біздің қуырдақ қашан келеді? Ол қуырдақтың кішкене, енді жаңағы қойдың кішкене ғана бөлігін қуырдақ болып келеді, сосын қалғанын негізі мен оңтүстіктің қуырдағынан басқа қуырдақтарды мойындамаймын. Бірақ ең тәттісі меніңше осы Арыстан баб сияқты сондай жерлерді жеген қуырдақтар, иә. Олар екен әптен пісіп қолдары үйренген, набитый. күшті істейді ғой қуырдақ. Біз етіктеріміздің бәрін пештің жанына қойып қойдық. Мына пештің жаны рахат, вообще рахат, мен кеткім келмей жатыр. Мынау камерадан оттың қалай жанып жатқаны көрінбейді, әттең. Ашайын десем ашатыны жоқ. Бар екен ашатыны қазір. Аудармайтын шығар ол. Ой-бай. Шайнек қойсам қайнайды. Мына жерден көмір саласың ғой. Нан пісіретін духовка. Мен құдай қаласа бізге де келіп жатыр ғой. Пеш қысып тұр, ұйықтап қаласың. Сөйтсем пешінде барады. Сіздің пеш шап. Ура! Үлкен мал болғасын сәлдері болды. Назгүл түргеш. Қуырдақ келді. Мұның бәрі менің асқазанымның бірінсіне. Мақ көптен сендер алай жүрсін ағын беріп. Қайдан да? Аспастадыңыз ба? Қабыл болсын. Вкусно? Очень вкусно. Қазір нан келеді. Картошкасы. Кеше зиярат жасап болғаннан кейін біз түнделетіп Түркістанға келдік, нағашыларымыздың үйіне. Және де мен сіздерге қазір кішкене гид болайын деп жатырмын. Себебі бұл үй туралы айтып берейін деп жатырмын. Бұл үй өте ерекше, атмосферасы өте бөлек, себебі мұнда біздің балалық шағымыздың басым бөлігі өткен. Мына жерде менің сөйлеуіме бөгет жасап жатқан, сүйек мүжіп жатқан ит көрді ме?
дауысы мына жерге дейін естіліп жатыр. Атмосферасы бөлек дейтін себебім, жаңағы мектептен босаған біз, оқушылар ол кезде каникул жаңағы бастала салысымен бірден осында асығатынбыз. Себебі мұнда жаңағы үлкендер айтпақшы майда пашақтардың бәрі жиналатын, бала шаға болып, қысқасы бұл үй бір өзіндік лагерь сияқты болатын. Мен үшін шынымен сондай бір ассоциация, бәріміз улап шулап, мына жерде жаңағы түсте бәрімізді ұйықтатып, қинап ұйықтатып, ал жаңағы түстен кейін суға түсіп ойнап, қысқасы өте қызық болатын. Сол үшін өте ерекше, сол үшін атмосферасы бөлек, сол үшін егер бір естелік нәрсе есіме түссе, сол есіме түскен нәрсеге тән немесе сол есіме түскен нәрсеге сай бір иіс есіме түседі қосымша. Мысалы қазір менің есіме сол кездегі жаздың иісі, күннің иісі дейді ғой қазақта, сондай бір иіс келіп жатыр. Және де мына жерде қазір енді қыс қой, сондықтан ештеңе жоқ, бірақ негізінде жазда, көктемде жаңағы намазшам гүл дейтін болады. Сол жалпы гүлдердің иісі келіп жатыр. Таңертең апамыз, марқұм апамыз 10 шақты ма жаңағы таба нан әкелдіреді. Сол нанға, ыстық нанға май жағып жейтінбіз. Май өзінен өзі ерейді. Қысқасы күшті ностальгия да болып жатыр. Сол кездегі иіс те, дәм де бәрі есіме түсіп жатыр. Сондықтан сол және де мына үйден шыққан кезде, осы есіктен тура шыққан кезде, және де немесе үйден емес, мына жерде тапшандар бар. Сол тапшандардан жаңағы тұра сала, ұйқымыздан масаханадан шыға сала, мына үйге кірейін деп жатқан кезде тура осы жерден Қожа Ахмет Яссауи кесенесі көрінетін. Таңмен таласа тұрамыз, көзіміз ашылмай, және де шыққан кезде ең алғашқы көрініс сол Қожа Ахмет Яссауи кесенесі болатын. Бірақ қазір бұл үйде біршама өзгерістер болғандықтан ондай көрсететіндей болып тұрған жоқ, көрінбей тұр қазір. Бірақ мен қазір бір көрінетін алаң іздеп көрмекшімін. Қазір мына жерден көрінетін сияқты қазір көрсетем. Достар, міне меніңше мына жерден көрінетін сияқты. Міне тұр. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Және де бұл Қожа Ахмет Яссауиге біз мынау тұрған таудан, тау болғанда бұл тау емес, бұл қыр. Бірақ саламатсыз ба? Қазір. Бұл негізінде қыр, бірақ біз кішкентай кезімізде солай тау деп айтып қалыптасқан. Жаздың күндері бұл жерден жаңағы өзімізше бір экспедиция жасап, жаңағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жаяу барып қайтатынбыз. Жерден көрінбей тұр қайтадан. Қолымызға бір баклажка жаңағы шай, нан, май, сондай бір өзімізше бір пикник жасап барып қайтатынбыз. Сол кезден бастап бұл біз үшін тау, және де қазір біз қанша үлкейсек те, қанша есейсек те, бұл тауды ешқашан аласартқан емес. Бұл біз үшін қыр емес, әрқашан да тау. Қысқасы, біздің балалық шағымыздың куәсі бұл. Сол үшін өте ыстық. Және де мен сіздерге биылғы жыл иелерін көрсеткім келіп жатыр. Менің ағамның кішігірім шаруашылығы бар. Фермасы деп айтамыз біз, жақсылыққа, жақсырымға балап, үлкейсін деген ниетпен. О, міне. Менің түсіруіме бөгетшісі мандар. Так, енді қорықпай өтіп кетсем екен мына жерден. Мен бұлардан қорқып жүрсем, бұлар менен қорқып жүреді. Так, биылғы жыл иелері мына жақта. Түрлерін қараңыздар. Мен достарым ғой. Түсінбей тұрған олар. Наугым тағы. Жаңа сендердің жұмыртқаларын жеп алдық. Рахмет. Мына жерде тағы және балапандары ма бар еді, олар қаяқта екен, арғы жақта шығар, бірақ мен дауаламаймын артқа кіруге, арғы жаққа кіруге. Жоқ, дауалаймын. Қазір. Ух ты! Мына жақ вообще күшті ғой. Ана, ну погодидағы осындай бір көрініс бар ғой.
Бұлар қорқып жатыр менен. Қой мен кетейін. Күшті екен мына жер. Мыналар мүлт етпейтіндер екен. Ең ішіндегі дерзкилар ау деймін. Мен аяғымды қараңыздар. Калуш, мәсі деген сема бар. Рахат қой негізі ұзақ киімдер. О, мынау алапар. Үнемі танымай қала бересің, я мені? Танымай қала береді, сосын үреді, сосын үйренеді біраздан кейін. Мирашканы алып келген. Күмәнмен қара, өздерінің жемейтінде бізге беріп алсында жерді қандай айдап қояды да? Алдымызға қойып қойды, әдемі. Күшті алып қойып қойды, өздері жемейді. Сізімізді деп қойдықтайды қойдыңыз. Ұйықтасатын бір нәрсе салып қойдыңдар ма деймді. Жем алып тез-тез ұйықтасын деп. Мариямге жатқанда палау жеп алған. Мына жерге мен балық жемеймін деп. әдемілеп әкелді ғой бетінде дөңгелек пияздармен Мирашка. Бірінші рет пісірген балығын. Иә. Үйренді. Анаяқтан қуырдақ жеп келгенбіз ғой. Сол той азанда қазір жейді, дым қалмайды ана балығынан. Северная Корея қатты дамып кетті ғой, қанша ару. Америка өзі ондай қоя береді. Северная Кореяның жалғыз дамыған жері ғой. Таудан таяп бір бала таянбайдай бүгәй ән салшы бір бала. Ар жағының сырғасын лебенге Өзімді анау қыз жібек сезініп кеттің ғой анау кинодағы. Сәукелесіне Ой. Ішін толқып кетті кәдімгі. Төлеген қайда десең. Талдан таяқ жас бала таянбайды бала бүркіт түлкіден аянбайды өгей ән салшай бір балай. Менің шашымды көрген мына қыз. Сол мен қыздан жазам десеңдер, номерім 8777-0000. Бұл біздің Мирашка деген, Мирамгүл деген. Гүлмін Ең любимый, жоқ, ең любимый, ереншік қалды, Мариям десің да. Любимый, бірі және бірегейі дейінші. Кім? Сондайлардың әйтеуір біреуде қойды. Жоқ, нағаш туыстарымыз ғой. Бұл үйде негізінде бізбен қатарлас 4 жан бар. Бандар шпион сияқты. Бақылау жүріп жатыр ғой әрттен. Біріншісі менімен жасты Мариям, ол қазір Алматыда жұмыс басты. Занитой. Сосын Ерсұлтан кеше көрдіңіздер, сосын мына қыз және де Бекболат және арасында былай жүр ғой. Сол. Бұл сонда неге кете ма? Бұл влогын кете ма? Білмеймін. монтаждайды оны. Білмеймін. Бір түрлі тұрма деп қой. Районның қыздары, көрттің қыздары, қала бәрінің қыздары қайдыңдар? Назгүл сен сымқан. Сен келесің ғой? Жақсы тезде алға тәрбе. Кім? Вот осыны қойсам. Рұқсат бермей жатыр түсірге деп.